Құрметті кәсіпкер қауым, тағы да сатылатын өндіріс орны бізде. Біреуге бас қайғы, біреуге жан қайғы демекші. Бұл кісілердің басты қайғысы қазір осы 60 миллион тұратын, жоқ, 70 миллион деді айтпақшы, 70 миллион тұратын осы станокты сатайын деп тұр. Мұнда сэндвич панель шығады. Бірнеше түрі шығады, қазір көрсетеміз. Бастапқы станоктың ағымы осы жерден басталады. Яғни мынау астыңғы металл парақты осы жерден қабылдайды, үсті басқасы қазір ана жерден көрсетеміз. Мына астыңғы парақ осы жерден келеді. Және мына бапталған робот бізде Минвата дейміз, стекловата ғой, мына осындай. Стекловатаны ыңғайлап кесіп қойғанды баптап қоясыз. Қай жаққа жұмыс істесеңіз, сол жаққа қарай жұмыс істеп тұрады. Мына жерден көтеріп алады, мына конвейерге қояды. Мына конвейердің астымен астыңғы қабат кетеді. Және онымен ары қарай кете береді. Қазір үстіңгі қабат басталады, сол жерді көрсетейін сіздерге. Үстіңгі қабатына. Үстіңгі қабат түседі астыға. Мына жердің астыңғы қабат кетеді. Және клей құйылады. Мыналардан бізде клей құйылады ғой, осылардан міне. Шамамен осылардан ба клей құйылады. Одан кейін асты мен үсті жақындай түседі. Міне мына жерде клей құйылады екен міне. Орысша сосулька болып тұр. Жерге түсетін мұздай. Осы жерден құйылады және асты мен үсті жақындай түседі. Мына жерде окончательно екеуі қысылады. Жұмыр темірлер көріп тұрсыңдар ма? Рулон сияқты, баллон. Бұлар қысады және 10-15 метр бойы қысып, нығыздап, аяқ жағында дайын өнімге дейін жеткізеді. Қазір дайын өнім бәрін көрсететін боламын сіздерге. Осындай өндіріс орны керек болатын болса, алам десеңіздер, қызығатын болсаңыздар, станок алам десеңіздер, немесе станогыңызды алып келіп қандай да бір жағдайда сататын болсаңыздар, біздің каналға хабарлассаңыздар болады. Біз жеткізіп қана бермей, осылай сатып беруге де көмектесетін боламыз. Так, мына жерден өтті, қараңыздар. Өтті, келесі конвейерге барады. Ал жақта уже күрделі емес, негізгі жұмыстарының бәрі бітті. Ең оңай жұмыстар қалды деп айтса болады аяқ жағында. Мынау робот тәрізді, жан-жағында 40 аяқты аяқ сияқтылар тұр ғой, бұлардың бәрі қол негізі. Көтереді дағы, мына конвейерге қояды. Бұл конвейер арқылы жылжиды. Бұл жерде ешқандай электр, мотор ешнәрсе жоқ. Қолмен міне итере беруге болады, көрдіңіздер ме? Қолмен итеріп, жылжытып, яғни бұны жаңа далаға қарай, алып кетуге қарай, транспортировка қарай дайындалады. Мұнда 5 сантиметрлік сэндвич панельдер дайындалып тұр. Мен айтқан жаңа 5, 10, 15, 20 сантиметрге дейін бұл өндіріс орны өндіреді сіздерге, достар. Мына жерде орап беретін қазір көрсетейін. Транспортировка кезінде қырылмау үшін, сырылмау үшін өзінің негізгі товарный вид дейді ғой, соны сақтау үшін осымен упаковка жасалады. Бұл айналады бізде міне, телепортация сияқты көрдіңіздер ме? Айналып, соны қораптап беретін болады. Дайын болған шикізаттар, дайын болған өнімдер осылар. Оралып тұр, көрдіңіздер. Транспортировкаға дайындалып. Және бұл жерде сіздер өздеріңіз қалай тапсырыс бересіздер, соған байланысты жасауға болады. Мысалы 1 метр, 2 метр, 3 метр, 4 метр, максималды 15 метрге дейін жасалатын болады. Қазір дайын өнімдерді даладан көрсететін боламын. Және ар жағында тұрған қараңыздар. Жанама қабырғада тұрған майда шүйда қалдық. Осы ішіне салынатын шикізаттардың бірі, минваталардың бірі. Бұлардан да майдалап, үгітіп, осылардың ортасына салып, қандай да бір дүние жасап жіберуге болады. Сөздің қысқасы отход шықпайды деп айтса болады ғой, бұл өндіріс орнынан. Дайын тұрған өнімдер осылар. Кілттері, замоктары деп айтса болады. Өзіңіз қандай қалыңдық тапсырыс береді клиент, соған байланысты. Мұнда мысалы 0,5 қалыңдықтағы металл парақтармен жасалған сияқты. Бұл бізде 15 сантиметрлік. Сіз әдеттегі мен айтқанша жаңа 5 сантиметр, 10 сантиметр, 15 сантиметр тұтынушымен қалай келісесіз, солай осындай сэндвич панельдерін жасап бересіздер, достар. Көріскенше күн жақсы, жеңісті күндерде жолыққанша. Өндіріс, станок, техника, оборудование керек болса, сіздер мемлекеттен қандай да бір көмек алып жатсаңыздар, мысалы грант арқылы, даму арқылы алып жатсаңыздар, бізге хабарлассаңыздар, біз каргомен де және мемлекеттік рәсімдеу, кедендік рәсімдеу құжаттарымен де нақты жеткізіп беретін боламыз.